мазалап келдіңіз? Жанымда енді не десем екен, жолдасым екеуміздің арамыздағы проблемалар. Тарқатып айта аласыз ба? Жолдасымыз екеуміздің арамыздағы мәселе. Ара қатынас айтқанда. Не болып жатыр, соны айтыңызшы. Ішім алай-түлей. Не мәселе? Тарқатып айта аласыз ба? Басыңыздан не жағдай өтіп отыр? Не жағдай болғанда арада сенім деген зат жоқ та. Сенім деген зат жоқ. Сол сенім болмағанда мен бір жағынан сенгім келеді. 50-ге 50 да. Сол. Не сезініп отырсыз? Түсінбедім. Не сезініп отырсыз? Не сезінейін? Білмеймін енді. Айтайын ба, айтпайын ба деген ғой. Нені айтқыңыз келіп отыр? Нені айтқыңыз келмей отыр? Айтсаңыз не болып қалады? Ештеңе болмайды енді айтқанда. Не айту керек? Не проблема болып жатырсыз? Не болғанда сол, мысал үшін қазір арамыз суып кетті. Екі бөлек ұйықтаймыз дегендей. Секс жоқ араларыңызда? Болмайды, секс жоқ. Не үшін суып кетті, қалай басталды? Мысал үшін мен бастаймын да, ол маған әбден үйреніп алған ба, я ол мені күте ма, мен оны, мысал үшін мен оның өзінің бастағанын қалаймын. Мен әйелмін ғой, мен оны қашанғы мен бірінші барып жалынғандай болып, тек маған ғана керек сияқты да, мысал үшін. Ешқандай ол қаламайды. Қаламайды дегенде, енді мысал үшін мен жұмыстан келемін, ол да жұмыстан келеді. Мысал үшін бастаяқта отқанда балалар кеп қалады, бала бар, кішкентай балаларымыз. Бірақ үйленгенімізге де көп болмаған, өзі 10 жылдан енді асып жатыр. Сол бірінші күйеуім, көзімді ашып көргенім. Бұрын ешқандай жігітпен де жүрген жоқпын мен. Пәк қыз болып келдім. Ешқандай мен қазірде оған көзіне шөп салған емеспін, ешқандай. Бір басқа еркекке қарап, менің ойым негіз таза. Бірақ білмеймін неге екен. Ол бұрын басында ол маған үйленетін кезде бірақ не қылған? Менің сіңілімге ғашық болған ол, шынына келгенде. Сол ойлаймын, басында ғашық болмаса, пайдасы жоқ екен. Басында күйеуің жақсы көріп не қылмаса, мен ойлағам, мен өзіме қаратам, жақсы көріп кетеді деген менде өзімде үміт болған, бірақ басында не? Сондай мен не қылып алам ғой деп, қаратып алам ғой деген. Значит, отношениеңіз басынан дұрыс болмады ма? Отношение болмағанда білмеймін енді, мен өзім 29 жасымда қыз болып осы күйеуіме шықтым. Осы бірінші сөйлескен жігітім де осы, көзімді ашып көргенім де осы. Ол бірінші менің өзім сіңілім болған 85-ші жылғы. Сол қызды әлі айтады ғой. Әлі айтады соны, сіңілімді. Арасында ашуланам мен. Бірақ қазір енді ашуланбайтын да болдым. Сосын ол телефонда көп отырады. Күні-түні телефонда отырады. Мысал үшін ол бұрын арасында пиво не әкеп берем да өзім, мен шын көңілден әкеп берем. Мысал үшін ол пиво ішкен кезде, не қылған кезде вообще машина рөлге отырмайтын. Кез соңғы уақыттар сағат 2-де ма, 3-де ма кететін болды. Біреу шақырды, клиент. Бір қатын шақырды, өткенде кетіп қалды мысал үшін. Таң қалдым да мен өзім соған. Сіз айта алдыңыз ба? Менің ішімде осындай нәрсе болып жатыр. Мен ашық айтам. Мен ашық айтам да. Эмоциясыз бүйтіп. Иә, мен ашық айтам. Ашуланбай, былай не қылып. Мен айтам, мысал үшін, мен айтам да, оған айтам. Шындығын мені алдама деймін да. Мысал үшін басқа біреуің болса, бара ғой деймін да. Бара ғой деймін, мені алдап. Сосын мен айтам оған, туысқандарынан қорқасың ба? Оның туысқан 2 ағасы бар, ағасын қатты сыйлайды. Солардан қорқасың ба деймін, ажырасып кетуге мысал үшін. Я болмаса ортада бала бар, 2 бала. Сол үшін жүрсің ба, өзіңді қинама, мен. И так та балаларымды бағып жатырмын, баға берем. Мен балаларымды саған жіберіп тұрам, ажырасқан жағдайда десем де, ажырасайық деймін. Пастан айтам. Ажырасайық, мен бұл неден шаршадым деймін да, уже. Бұндай ара қатынастан шаршадым деймін. Мысал үшін маған ешқандай сезімі жоқ. Тек бір үйден кіріп шығып жатырмыз, бірақ елдің көзіне жақсы семьямыз біз. Жақсы семьямыз. Бізге даже достар қызығады, маған да қызығады, мысал үшін. Сен жақсы әйелсің, жақсы анасың деп.
менің достарым да айтады, класстастарым бар осында Алматыда. Оның да класстастары бар, келіп тұрады үйге, көп келеді үйге. Ата-енем, мысалы үшін, ата-енемнің көзіне де жақсы қатынмын мен, жақсы әйелмін оған. Біз ерлі-зайып жақсымыз да, былай қара, елдің көзіне сондаймыз. Бірақ екеуміз тек бір үйден кіріп шығып жатырмыз болғаны. Сырты бүтін, іші түтін. Иә, сыртымыз бүтін, ішіміз түтін. Сол түтін жағын айтып беріңізші. Сол түтін жағы сол мысалы үшін ақша, вообще мен әйел болып, мысалы үшін 2010 жыл үйлендім, қазір 24 қой. Бір ақшасын маған алып қой деген адам емес. Сосын мен былтыр бір 2 жылдай болды, мен ажырасам дедім. Ажырасам деген шешімге өзім келдім да. Бұл маған сенбесе, мысалы үшін өз басы сенбесе, ақшасын алып қой деп, ондай ара не болмаса, өз әйеліңе сенбесең, мен өзім ойым, мысалы үшін, әйеліне сенбесе, мен күйеуіме сенбесем, бұл қандай семья деймін да, мысалы үшін. Қандай семья бола ма одан? Семья ешқандай, мен ондай жерде семья көріп тұрған жоқпын, өз басым. Сосын мен енді өзім ойлап жүрмін, енді ажырасып кеткім келеді, шынымды айтсам. Тұрғым келмейді бірге. Тұрғым келмегенде балаларымның әкесі ғой, кішкентай балам әкесін жақсы көреді. Бір жағынан соны ойлаймын. Мен өзім жетім өсіп көрдім, анасыз өстім да, бірақ анасыз өстім. Мен білем, жетім қалай, ананы қалай армандадым, тірі жетім болдым. Шешем мен әкем ажырасып кетті. Мен сол кезде мен бірінші сынып едім. Мен 2 інім, 1 сіңілім болды. Менімен 4-еуміз тұрдық та. Сол кезде мен 1-ші классқа барған жылым, ана мен әкем ажырасты да. Сонда 86 жылғы інім кішкентай еді, әлі оқуға барған жоқ. Сонда мен қолынан ұстап, көзімнің алдында әлі жылап, мама кетпеңізші деген сөзі. Сонда менің сіңілім, ол емізі болатын да, соның қолында кетті. Мамамның қолында 2 жылдай болды, бірақ папам менің мықты болды, алды оны. Оны да алды да. Сол жылаған, інімнің жылаған, вообще көзімнің алдына келтіре алмаймын. Мысалы үшін мен ажырассам, мен балаларымды арманда өте ма деп ойлаймын да әкесін. Мен білемін ақыры оны. Өзім басымда өтті ондай жағдай. Өмірі бойы мен мысалы үшін жақында анам бұл өмірден кетті. Арманда өте ма деп ойлаймын да, балаларымда әкесін арманда өте ма деп, ажыраспайын деп шыдап жүріппін мен, мысалы үшін. Сол? Сенбейді деп бірнеше рет қайталадыңыз. Сенбейді не істеді? Сенбегенде, мысалы үшін, енді сенімсіздік деген мына жерде, ең мәселе бұл жерде ақша болып тұр ғой. Ақшаны жақсы табады күйеуім. Енді қатты керемет таппаса да, енді әйтеуір өзімізге жететін ақша табады. Мен де өзіме жететін ақша табам. Енді мен сенбегенде, мысалы үшін, сенімсіздік дегенде мен біреумен жүреді деп не қылмайды. Маған көп айтады, мен саған сенем деген сөзді не? Бірақ енді ол маған ақшасын беріп қоюға, мысалы үшін бірдеген сөйлесетін болсақ, мамасымен барып сөйлесіп қайтады. Маған айтпайды. Мен мысалы үшін ол мені дұрыс қабылдамаған да. Мысалы үшін бірдеңені ойласатын болса, екеуі басқа жаққа барып сөйлеседі де, менің көзімше сөйлеспейді. Тап мен бір төркініме барып айтып, жамандап келетін, бірақ мен ондай ойым жоқ, арам ойым жоқ ондай. Мен төркініме барғанда анам да жоқ, әкем де жоқ, мен барып туысқандарыма айтпаймын, күйеуімнің несін проблемасын. Мысалы үшін. Жалғыз сұрайсыз ғой сіз. Мен әрдайым өзімді жалғыз ұстағанмын. Әр қашан мен күйеуім бар, бірақ жалғызбын да. Мен мысалы үшін проблемаларымды еш оған айтпайтын да болдым. Мысалы үшін менде әйелмін ғой. Әйелмін, бір жерге барғым келеді. Мысалы үшін проблема жоқ емес, бар. Мысалы үшін бірге отырып шеше алмаймыз. Мысалы үшін мен мынандай жағдай болды басымда. Мен ақшам да жетпей қалуы мүмкін. Мысалы үшін мен базарда сауда істеймін ғой. Шай сатамын да, бірақ енді менің де майда шүйде алатын заттарым бар. Мысалы үшін айналдыруға ақшам жетпей қалады бір кезде, шындығына келгенде. Мысалы үшін жолдасымнан көмек сұрай алмаймын мен. Көмек сұрай алмаймын. Шындығына келгенде. Жаңағы туған сіңліңізге ғашық болып кетті бұл кісі? Туған сіңілім емес, ол менің папамның ағасының қызы. Енді сіңілім болып келеді ғой, екеуі әкем туысқан. Соның сіңіліме ғашық болды басында, әуел басында. Менің өкінетін жерім, қатты өкінетін жерім, сол кезде бірақ мен сіңіліме айтқам күйеуге шығатын кезде, мына бала сені жақсы көреді, бірақ сен алдынан өттім да,
сені жақсы көреді, мені жақсы көрмейді, сені жақсы көреді. Бірақ ол оның әке-шешесі, менің күйеуімнің әке-шешесі мені таңдады да. Неге десең, мен анасыз өстім, әкеммен бірге тұрдым, екі қыз, екі ұл болып. Ол енді ол қыз сіңілім басқа үйде тұрады ғой. Ол папасының үйде тұрады. Мысалы үшін мен осы сіңіліме айттым, сені жақсы көреді, мені жақсы көрмейді. Бірақ оның әке-шешесі мені таңдады. Неге десең, мен үйдің жұмысына қолайлымын. Бәрін білемін. Сиыр сауамын, нан жауамын, үйдің тірлігінің бәрін жасаймын мен. Ол қыз оқыған, ондай тірлік істемейді. Мен сіңілімді жамандап отқаным жоқ. Шындығына келгенде ол менің папам оны еркелетіп өсірді. Әкесі баяғыда өліп қалды. Жетімсіремесін, әкесі не қылмасын деп көбінесе ол қызды еркелетті. Менің папам онша еркелеткен жоқ. Даже еркелетпеді десем де болады. Еркелетпеді десем. Бірақ менен өзімнің туған сіңілім бар 88 жылғы. Оны еркелетті. Мен вообще еркелік деген не екенін білмеймін мен. Мен үлкені болдым үйдің. Еркелікті білген жоқпын мен. Анаңызға деген қарым-қатынасыңыз жайлы айтыңыз. Анама деген қарым-қатынас. Тартып алды дегеніңіз біртүрлі естілді. Әкем сіңілімді де тартып алды. Тартып алды дегенде. Сонда анаңыз сіздің көзқарасыңызда қандай еді? Менің анам негізі жақсы адам екен да. Енді мен оны түсініп жатқаным, енді жақыннан бері түсініп жатырмын да. Сіз қалай ойладыңыз осыған? Мен бұрын ажырасып кеткен кезде оны былай ойлағам. Неге біздер үшін көнбеген, балалар үшін? Мен оны телефоннан сөйлестім, ажырасып кеткен кезде. Мен мысалы үшін күйеуге шыққасымын, жасырын түрде онымен сөйлестім да телефоннан. Бірақ оған ашуланып, не қылып, телефон сөндіріп тастап, неге біз үшін көнбедіңіз, анау мынау деп ауыр сөздер айттым шындығына келгенде. Мен оның басынан не өткенін кейін білдім да. Кейін ана болғаннан кейін білдім мен оны. Мен оны түсінбеппін. Қазір мен қатты өкінемін соған. Дұрыстап сөйлесем болады ғой анаммен деп. Қазір 2 жылдан асты. Мен қазір көп ойлаймын, сонымен сол кісімен дұрыстап сөйлесем болады ғой деп. Оныкі қате болса да деп. Бірақ мен күні түні дұғада боламын Аллаға. Мен кешірдім, анам мен дұрыс істемедім деп. Дұрыс сөйлемегеніме, дұрыстап оның қал жағдайын сұрамағаныма қатты өкінемін соның үшін. Мен оны әкемді де кінәламаймын, мысалы үшін. Әкеме рахмет, бірақ бізді енді мысалы үшін мен ажырасып кетті олар. Ажырасып кеткенмен әкем бізді бақты, ешқайда қаңқытқан жоқ былай не. Әкем өзі үй салды өзімізге. Бұрын әжем бәріміз тұратынбыз ауылда. Сөйтіп менен үлкен ағам да болатын, ол басқа әйелден да. Папам алдын, одан да алдын әйел алған да. Қарақалпақ болған ол. Қарақалпақ болған таза. Менің папам қазақ. Сосын менің мамамды алған қыздай. Менің мамам менде ажырасты ғой енді. Ағам 76 жылы болған. Бірақ ол ағам менде жақсы емес арамыз. Мысалы үшін дұрыс сөйлесе алмаймыз. Менің сөйлеген сөзімді ол жақтырмайды. Маған ол ұнамайды, мысалы үшін сөйлегендеріне. Ауыр сөйлейтін, қатты ауыр сөйлейтін ағам да. Мені мысалы үшін бұлай сөйлейтін, кемсітіп, мысалы үшін сен жаңа сіңілім екеуміз қатты салыстыратын да. Бірақ мен тырысатынмын сол көңілінен шығуға, не қылуға, бірақ шыға алмадым көңілінен ешқашан. Әлі күнге сол жақтырмайды сол ағам мені. Екеуміздің әкеміз бір, анамыз бөлек та енді, былай қарағанда. Әкем де қайтыс болды былтыр енді. Бірақ папама да мен ренжімеймін ешқашан. Бірақ енді бір жағынан ренжитін жерлерің де болады ғой, енді болмады емес. Мысалы үшін, мысалы үшін папам сіңілімді еркелетеді, мені еркелеткен емес еш уақытта, тек бір рет қана мені еркелеткен. Еркелеткенде де онда маған базардан носки әкеліп берген, соған қаттыға көңілім не қылып кеткен. Соны есімнен шықпайды еш уақытта. Аяғыман шын носки әкеліп берген, соны есімнен өмір бақи кетпейді. Әкемнің несі істеген жақсылығы сол маған. Ендігі жағдайда не істегіңіз келеді? Менің ендігі жағдайда мен күйеуіммен тұрғым келмейді, шындығына айтқанда. Ешқандай тұрғым келмейді. Ол кісіге ажырасайық десем, ажыраспайды менімен. Я болмаса тырыспайды менімен дұрыстап сөйлесуге, я болмаса не істеуге де.
уже мен тойдым ол кісіден, шаршадым, уже мен бірінші бастап бәрін не қылуға тырысамын, бірақ одан ешқандай әрекет жоқ. Осы жағдай үшін кімді кінәлайсыз? Осындай күйіңіз үшін? Өзімді кінәлаймын. Не кінәңіз бар? Әуел соны жақсы көрмейтінін біліп тұрып, өзім тұрмысқа шығып алдым ғой соған. Мысалы үшін мен тұрмысқа шықпасам да болмайтын болды да. Мен мысалы үшін 29 жасқа келіп тұрмысқа шықтым мысалы үшін. Айтып отырмын ғой, түсініп тұрсыз ба? 29 жасқа келіп, енді менде ағам үйленді. Бізде мынандай дәстүр. Әркім өзі, мысалы үшін бізде дәстүр мынандай да. Мен Қарақалпақстанның қызымын өзім. Бізде дәстүр мынандай. Алдыңда ағаң болса, күтесің. Алдыңда апаң болса, күтесің. Біз мысалы үшін мен ағам болды 76 жыл, мен 81 жылмын ғой, мысалы үшін алдында 5 жас үлкен ғой менен. Мен соны күттім. Ешқандай алдын кесіп өткен жоқпын. Кірін жудым, тамағын пісіріп бердім ағамның. Ешқандай мен, бірақ сонда да жақпадым ол кісіге. Сосын алдына түсіп жүгіре беретінмін да, соған жағайын, бірақ негізі дұрыс емес екен, сол істеген ісіме өкінемін мен. Сосын бетіне тіке айтып тастамағаныма өкінемін осы күндері ше, қазірлер ойланамын ғой, 1-2 жылдан бері. Қазір емес та, 1-2 жылдан бері. Бір жағынан өзімнің көзімде ашық емес екеніне соны өкінемін мен. Көзім ашық болмағанына, мына сана сезімнің төмен болғанына мен өзімді мойындаймын. Неге адамның сана сезімі төмен болады? Ол, мысалы үшін, үйден шықпағандікі. Үйден бізді ешқайда шығармады әкеміз. Қой, отыр үйде, ана малыңа қарат, үйіңді тазала. Мен мысалы үшін 9-шы сыныпқа дейін оқыдым, 11-де оқи алмадым. Қой деді, қойдым. Біз әкеміздің айтқаннан шықпағанбыз да, былай ұстаған, біз соның айтқанына көніп жүргеніміз. Соны қазір мен өкінемін, мысалы үшін айтып тастамағаныма, керек жерде сөздерімді қарсы шықпағаныма өкінемін, мысалы үшін. Ағам болса да. Жақсы. Енді күйеуіңіз, әке шешеңіз бәрін былай итеріп тастайықшы. Сіз ғана барсыз бұл әлемде. Сіз туралы сөйлесейікші. Сіз қандай адамсыз? Мен негізі мен жақсыға жақсы болдым қазір. Жақсы адамға жақсы болатын болдым. Мен өзгеріп кеттім да, бұрын мен 2010 жыл осы Алматыға келдім ғой, соның алдында мен сондай жүрегі таза, жүрегі сәби адамдай едім мен. Сондай ақпейіл адам едім да, өзімді мақтап атқаным жоқ. Өзім 1-2 жылдан бері қатты ойланамын андай. Мен сондай адам болғаныма не? Ақпейіл, ешкімге жаман, даже мен біреуге жамандық ойлауға ұялатын адаммын да, мысалы үшін ұялатын едім да. Мысалы үшін, қой анау, мысалы үшін біреудің бірдеңесін алып қоюға мен ұялатынмын. Қазір мен ондай емеспін. Қазір сондай бол десе де бола алмайтын шығармын. Мен одан кейін осы Алматыға келіп көрмегенім жоқ. Көрмеген жоқ болғанда, семьяның несі ғой енді. Біреудің үйінде тұрдық, абысымен тұрдым. Мысалы үшін, ол үйдегі жағдайлар, мысалы үшін, мен өзгертіп жіберді, қатты күйеуге шыққасын өзгердім мен. Күйеуге шыққаннан кейін қатты өзгердім. Мен алдындағы қыз күнімді сағынам, бірақ ағаммен қанша жаман тұрсам да, мысалы үшін, мені жақтырмаса да, қыз күндерімді сағынам мен, мысалы үшін. Қалай өзгердіңіз? Қандай қасиеттеріңіз жойылды? Қандай қасиет пайда болды? Менде қасиет жаман, қасиет көбейіп кетті менде. Жүрегім қарайып кетті менің, не? Біреуге жақсылық жасайын деген, мысалы үшін, менде қасиет азайып кетті, мысалы үшін, шындығы керек. Оны жасырмайым. Сосын не десем болады? Өзім жаман адам деп ойлаймын өзімді. Неге? Сол. Мысалы үшін, қазір балаларыма да айқайлап сөйлеймін, ұрсып сөйлеймін. Неге ойлап қаламын, мен қызым екеуміздің арамыз, қазір мен қызым 13-те ғой. Қызым екеуміздің арамыз жақсы емес. Не? Жақсы емес болғанда қызым жақсы бала. Қызым дүниедегі жақсы деп ойлаймын өзімне, бірақ мен оған ұрса берем. Ұлым бар 2-ші сыныпта 2016 жыл. Ұлымды қатты жақсы көрем. Енді оны шын көңілден жақсы көрем. Құшақтаймын, бауырыма басам, сүйіп. Ана қызымды сүйе алмаймын, өйтіп не? Қызымды сүйе алмаймын, қызымды құшақтай алмаймын, өйтіп. Болмаса өзімнің туған қызым ғой. Бірақ оны басында мен жақсы көргем. Бірақ қазір ондай емес. Өскен сайын білмеймін, что-то не қылып бара жатырмын. Мүмкін сол 13 жастағы қызыңыздың бейнесіндегі өзіңізді жек көріп жатқан жоқсыз. Сол өзімді жек көріп жатырмын ғой деп ойлаймын. Не үшін жек көресіз? Не істеп қойдыңыз сіз? Өзімді жек көргенде папам мені жақсы көрмеді, ағам мені жақсы көрмеді. Сол үшін шығар? Сол үшін деп ойлаймын мен. Туып өскен семьяңыз сипаттап беріңізші. Туып өскен семьямды ма? Туып өскен семьямыз, енді мысалы үшін мен бала кезімді ма? Бала кезімде анаммен 1-ші классқа дейін тұрдым ғой, мысалы үшін мен 1-ші класста нешінші жыл болады сол жылдары? 81-ші жыл болсам мен
өте бақытты болдым бала кезімде. Мен бақытты болғанда анаммен болсам бақытты болатын. Мен ауылында тұрдық та, біз әкем менің малшы болды, шешем сауын сауатын. Ауылда әжемнің қолында өстім ғой. Мен көбінесе мектепке ауылда, мен ауылда мектеп болмады, бір ауылға барып оқитынмын да, әжемнің қолына барып. Әжем үйіне барсам бақытсыз болатын едім мен. Бір жеңгемен оңаша алмайтынмын. Папам інісінің несі ғой, ол мені көп ұратын, жұмсайтын. Сосын бірақ үйіме келсем, өзім әке-шешем үйіне келсем, мамам менің шашымды жуатын, шомылдыратын, папамның көйлегін кигізіп қоятын, алдын алып отырып мені шай ішетін да. Сол күнімді ұмыта алмаймын мен. Анаммен бақытты болдым, бірақ бірінші классқа дейін ғана. Демалыста үйге келген кезінде мен үйімді тазалайтын, мамам мені мақтайтын. Мені қызым үйді тазалап қойды деп сол айтқан сөздер есімнен кетпейді еш уақытта. Бір күні анам маған, мен демалыста келсем, шешем менің басымды жуып, шомылдырып, шашын тарап, алдын алып отырып шай, сосын маған печенье алып қойған ғой. Дәмі өзгеріп кеткен, жаман болса, печеньенің дәмі де кетпейді аузымнан. Сен үшін алып қойдым деп айтқан сөздері. Дәмі ашып кеткен печенье, соны мен қазір ойлаймын, анам мені жақсы көргесін. Алып қойғанын түсіндім, кейіннен түсіндім оны мен. Соны кеш түсінген мен өкінемін мен. Тірі кезінде барып, бір рет бардым мен, анам ажырасып кетсе де еді. Бірақ сонда мен анамды құшақтап сүйген кезде оның үстіне жаман иіс шыққан. Мұнымен сасық иіс шыққан да, бір ол басқа адамға тиген ғой, бір үлкен шалға тиген. Бірақ жағдай нашар екен ол кісінің, не? Сол иістен мұрнынан кетпей қалған еш уақытта. Сіз алдын ала жоспарланып келгенсіз бе дүниеге, или кездейсоқ па екен? Оны білмедім енді. Оны айта алмаймын. Логикаңыз не дейді? Негізі мен енді үйленген, мені білмеймін енді. Анам менің жастай тұрмысқа шыққан, ол 17 жасында тапқан мені. Өз 16 жасында күйеуге шығып, менің анамды малға сатып алған сияқты болды, былай қарасаң. Әкем байрақ болғанда, мен малы болған адамды ауылда, енді Алматы емес, ол ауыл. Ауылда мысалы үшін 20 бас, 30 бас, 50 бас малы болса, ол кісі бай. Мысалы үшін бір сиыры болса, ол жарлы. Бір ешкісі болса, я бір-екі бас малы болса, оның қойшы оны деп адам сынбаған ғой ауылда. Өзімнің ойым шындығына келгенде не? Мысалы үшін менің әкемнің 50-100 бас малы болған. Менің әжем тие берсін, сөзім ауыр болмасын. Менің мысалы үшін шешем мен әкем ажырасып кеткенде, менің төркініне барып айтқан ғой, шешемнің төркініне барып. Мен қатынды малға, малдың көті сау болсын, мен малға сатып алам қатынды деп. Біз тірі жетімбіз мына жақта. Бірақ менің шешемнің әке шешесіне барып, ағаларына барып солай айтқанда, малымның көті сау болсын, менің қатын көп, менің балама деген сияқты сөздер айтылған. Мен оны кейіннен естідім ғой, кейіннен. Жақын енді бір 25-30-ға келгенде естіп жатырмын да оны. Негізі мен енді келіп қалғанмын ғой дүниеге. Шындығына келгенде мен бір балалы болайын деп қатты күтпеген-ау деп ойлаймын өз басым. Анаңыз сізге аяғы ауыр кезде көңіл күйі қалай болды екен, қалай қабылдады екен, қандай көңіл күйде жүрді екен әкеңіз ше? Менің әке-шешемен айтып отырмын, малшы болған деп ауылда. Бірақ әкем менің мамамды көп ұратын болған ғой. Папам бұрын арақ ішетін болған да, енді сөзім ауыр болмасын, ол кісілер өтінеден өтті ғой, артынан жаман сөз айтуға болмайды ғой. Мамам айтатын, анамның басы биттеп кете беретін да, бала кезімде. Ол даже басына да қара. Менің анам ақпейіл болған, бірақ енді шындығын айту керек, салақ болған ба? Салақ кісі болған, оның шындығын айту керек. Салақ кісі болған деп көп айтады әжемдер енді. Мен енді оны білмеймін ғой, бірақ менің мысалы үшін папамның інісінің қызы шашын көп тарайтын, шашын көп қидыратын. Мен бала кезімде есімде қалғаным, басым биттеп кетті, шашынды қиып таста деп айтатын да. Ана ол апкем қазір Шымкентте тұрады, сол апкем көбінесе сол кісінің шашын тарап, болмаса ол анам жас не? Сол кезде бір 30 ба, енді 35-те ма сондай жас не? Бірақ сондай андай несі өспей қалғанда сана сезімі ма, тек малдың арасында өсіп, оның сосын анамның арманы төркініне бара беру болған ғой. Оның төркіні алыста болған ғой.
күніне сонда 2 жылдан 3 жылдан барып тұратын маған. Бірақ сол 4 күніне барғысы келеді. Енді малдыған әбден малдан не болып кеткен ба, зерігіп кете ма, я енді өзімнің түсінігімді қазіргі ойлап жүрсем. Тоғайда өскен ғой, енді малдан шықпайды. Қыдырғысы келген шығар анамның мысалы үшін. Бірақ жібермейді. Малға қарайсың, сер сауасың деген сияқты. Сіз 7 айлықсыз ба, 9 айлық болып туылғасыз ба? Анаңызды, сізді босанған кезде род қалай өтті екен? О жағынан естідіңіз? Шындығына келгенде мен бір прививкеге апармаған ғой. Мен прививкеге больницаға апармаған ғой. Мені анам айтатын, сен айтып отырмын Тоғайда. Сіз оны елестетіңізші, сіз мына Алматыда постоянно тұрғансыз ба? Мен мысалы үшін Қарақалпақстан Тоғай ауыл жазда жайлауға көшеді, қыста қыстауға көшеді. Даже мен анам прививкеге де апармаған. Әкем мен анам. Мен көп прививкелерден қалып қойғанмын. 26 жасында мен қызылша болып ауырдым. Папам інісінің әйелі түйе сауатын, сол шұбат менің жаным сақтап қалған ғой. Шұбат ішіп жаттым. Тек толық шұбат ішіп. Сол мен әлі ойлаймын сол шұбатты. Өзім миыма да кіріп алған. Сосын менің жаным сол шұбат қана сақтап қалған деп. Өзіңіз суицидке талпынған кезіңіз болды ма саналы түрде? Қалай? Өзіңізді өлтіруге тырысқан? Жоқ, ондай ешқандай болмаған. Ойлар көп келетін бе? Өлім туралы, өліп қалу туралы. Жоқ, мен көбінесе қорқатыным, әжемнің қолында тәрбиелендім, көбінесе әжемнің қасында болдым. Мен мысалы үшін 29-да күйеуге шықтым деп отырмын, 25-тен бастап әжемді бақтым, қақтым. Әжем өліп қалмаса екен деп арман не қылатынмын ғой. Түнімен мен қарайтынмын да. Осы әжем өліп қалмаса екен деп түнде ұйықтап жатсам, қасыма жатады әжем. Былай үңіліп отыратынмын әжеме. Әжем өліп қалмаса екен деп, мен бірақ өзімді өзім өлтірейін. Бірақ мен үйден шығып кеткен бір әкемді жерге қаратқан нем болды ауылдан, е. Мысалы үшін мен ол кезде неше жаста едім, точно есімде жоқ. Үйден шығып кеткем ғой. Мен өзім ойлағам, өзім жұмыс істеп, сонда шыққанда ауылдан Қарақалпақстаннан Ташкентке келгем ғой, пойызбен. Одан сонда не қылады? Ауылдағылар не болады? Ауылда мынандай сөз болады. Ойбай, пәленшенің қызы кетіп қалыпты. Енді ол пәленшенің қызы бұзылып кетті. Менде бірақ ондай зат болған жоқ. Мен пойызбен бардым 2 күнде Ташкентке. Сөйтіп былай жұмыс іздедім. Ешқандай сауатым жоқ. Ештеңеге сауатым жетпейді. Қайтып келдім үйіме 2 күннен 1-2 күннен кейін жүріп. Қарашы, бірақ мен өзімді өлтірейін, не қылайын дегенім жоқ. Бірақ сонда мен әкем айтты маған, қатты ұялдым. Бүткіл ауыл болып іздеген ғой мені, мысалы үшін. Енді мен қашайын деп қашқан жоқпын сол үйден. Мысалы үшін менің айтқандарым дұрыс, ешқандай алып бер деген затымды алып бермейді, істеймін деген затымды істетпейді. Мысалы үшін достарыммен қыдырғым келеді, менде мороженое жеуге барғым келеді, базарға барғым келеді. Енді ауылда тек базар ғой, кино не ештеңе жоқ. Сондай жерлерге жібермейді, мысалы үшін сұрансам да жібермейді. Не бар, отыр үйде, малға қара дегеннен басқа естіген сөзім болмады мен. Өзіңіздің есіміңіз өзіңізге ұнай ма? Кім қойды екен, не былай атады екен? Менің атымды атам қойған, әкемнің әкесі қойған да атам. Басында ұнамайтын, соңғы уақыттары өзіме ұнап жүр атым. Басында не себепті ұнамайтын, қазір неге ұнайды? Басында енді білмеймін, енді басында ұнамаған Салима деп не үшін қойды екен, өзбектің аты ма деп, мен басында ұнамаған, шынымен ұнамаған атым. Бірақ өзіме қазір ұнайды атым. Бала кезде туған күніңіз тойлаған кезде? Тойлаған емеспін, тойлаған емеспін. Мен 40 жасымда осы жолдасым жасап берді бірақ. 40 жасымда, қазір мен 43-темін ғой. Жолдасыма риза болдым, бірақ мен айтқам жолдасыма, туған күнім жасайтын болсаң, онда мен 1 тиын ақша шығармайым. Соған риза болсаң жаса, болмаса жасамай-ақ қой деп айтқам күйеуіме. Жоқ, өзім ал не қыламын деп, олында да өзінің достарын шақырайын деп жасап берді деймін күйеуім. Тап шын көңілді мен үшін жасап берген емес сияқты. Ол тек сол кезде біз үйге көштік, таза үй салдық. Достарына көрсетейін деп салды ма, істеді ма, солай әйтеуір. Шын көңілді мен үшін жасаған жоқ сол туған күнді. Бірақ өз сыйлық бермеді маған. Бәрібір сіздің туған күн. Иә, оның да туған күнді сол күні. Екеуміз бір күнде туылғанбыз. Ол менен 2 жас үлкен ол кісі. Ол да 6-шы үйін, менікі 6-шы үйін, екеуміздікі 6-шы үйін. Енді атап сіздікін жасаған екен. Иә, атап, бірақ мен айттым достарына. Бәрі мені құттықтап жатыр ғой достары. Оның класстастары, менің класстастарымды шақырайын дегенде, бірақ менің класстастарымды шақырмады. Мен өзі бұл жақта 4 қызбыз ба, мен 3 класстас қызым бар. Бір ауылда өскенбіз, бір мектепте, бір класста оқыған. Оны шақырмады мысалы үшін. Өзінің достарын ғана шақырды, өзінің класстастарын ғана. Атаған кезде мен айтқам, менің ғана туған күн емес деп айтқам. Сендердің де класстас менің күйеуімнің туған күн деп. Сол кезде бәрі таң қалып не қылған? Неге айтпайсың деп.
өзіңіздің ең кішкентай кезіңізді еске алыңызшы. Біреу айтқан емес, сіздің өзіңіздің есіңізге түсетін ең кішкентай кезіңіз. Ең кішкентай кезім сол жаңағы печенье жегенім. Жаңа анамның маған алып қойған печеньесі. Сол есімнен кетпейді. Қанша жастасыз? 1-ші сыныпта едім ғой, 6 жаста едім ғой, 7 жас или 6 жастамын ғой. 1-ші сыныптамын ғой. Қазір көз алдыңызға сол кино келіп жатыр ғой ше? Иә, келіп тұр. Мен не сезініп отқаныңызды айтып беріңізші, ішіңізде қандай сезімдер болып жатыр? Не сезіне, сол көзімнің алдында сол ғана, басқа менде ешқандай сезім жоқ. Көзіңізден жас